Саламсыздар, ардақты ағайын, қадірлі спорт сүйер қауым. Мінекей, Айбек Нұғымаров. Мына әдіс айла жасау мүмкіндігінің көп жақты және де көп салалы екендігін байқауға болады. Әрбір қозғалысынан кейін оның жаңағы қарсыласына жасайтын әдіс айласының дайындықпен келгендігі көрініп тұр. Сондықтан бәрекелді. Дайындығының қазір сыналар сәті. Өте жас балуан, биыл бірінші рет үлкен додаға қатысып отыр. Олай болса, әлде болашағынан үміт күттіретін балуан. Соған келе жатыр, бірақ әлі де сол баяу жүріп жатыр бұл шаруа. Бұл шаруаны кешіктірмеу керек. Не істемек керек, қандай ұсыныстарыңыз бар? Өкінішке орай, әрине, солтүстік Қазақстан облысының жанкүйерлерінің өкінішіне орай, Жұманазар оңтүстік Қазақстан облысы және көкбұрышта Айтуар Абдулов Ақмола облысы және қарсыласы Айтуар Абдулов Ақмола облысының өкілі әдіс айлады қолданғысы келген екен. Бірақ көзі түсіп қалды төбе. Бұл біздің жәнегі ең ауыр палуанымыз. Және міне өзін көріңіз, анау сыртына шалып тастамақшы болды, бірақ салмақтың ауырлығы да бар. Әдістің жәнегі айласы да ұтып келген. Бұл жерде атақ дәрежесі мына үлкен палуандардікі бәрі бірдей ғой. Кейбір жаңа атақ дәрежесі жоқ, жас палуандар. Алда әдемі әдіс жасады деп ойлаймыз. Сонымен келесі жұпты да таныстырып өтейік. Жамбас ұпайы болады, бірінші ескерту бүк болады, оның бәрі тамаша ойлап. Міне, тамаша. Неге қараңыздар, міне кішінен қағып бастады. Көріңіздер, ол әрбір қадамын аңдып отырды. Дәл соған келтірді және сол нүктеге өзінің ыңғайына көндіріп алды. Және тамаша, таза жеңіс. Алы жігер әттеген айдеп жатыр. Деген жігер мінез керек ақ қазір ол жасқа. Неге тағы да жамбасқа студиямызға келіп ой бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Ал біз бәсекелерді одан ары жалғастырамыз. Рахмет. Салмақты қалай жылжытар екен, қалай бозгілемге құлатар екен. Мәселе осында болып отыр. Шалқар Қазақ күресінен жастар мен ересектер арасында Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы болған. Мінекей осы Жұманазар бірнеше осы Қазақстан барысы басталғалы бері ғана қайтадан спортқа, үлкен спортқа келген екен. Жалпы бұндай жарыс бүкіл халқымызға, елімізге үлкен. Тізесін ауырсынып жатыр. Міне қайталауды қайтадан көрейік. Мына жерде әдісті бірінші, міне, қараңызшы. Демьяненко жасаған. Дегенмен қарсы әдістер. Демьяненко жасаған жоқ, бастаған. Жұманазар әдіс дұрыс берілді деп есептеймін. Бұл жерде дұрыс шешім, төрешілердің шешімі дұрыс дейсіз бе? Төрешілердің бірінші берген шешімдері өте дұрыс.